Сәлем оқушылар, ұбытта келген мына бір есепті шығарып тастайық. Электролиз нәтижесінде электролиттен өткен заряд шамасы 5 милликулон болғанда, катодта 0,4 миллиграмм зат бөлінді. Заттың электрохимиялық эквивалент дейді. Енді бізде зарядтың шамасы берілген, Q 5, оның минус 3 дәрежесі кулон болады. Жалпы милли деген оның минус 3 болады. Ал енді бізде массамыз 0,4 миллиграмм, милли деген оның минус 3, грамм да оның минус 3-ке тең болады. Если килограммға айналдыратын болсақ, сонда 0,4 оның минус 6 дәрежесі килограмм болады. Енді бізге К-ны табу керек. Жалпы бізде оны табу үшін Фарадей заңын қолданамыз. Ол бізде KQ, осы жерден К-ны табатын болсаңдар, ол массаның зарядқа қатынасы болады. Енді К-ны есептейік. Біздегі массамыз 0,4 оның минус 6-ға тең, ал Q зарядтарың 5 көбейтілген оның минус 3-ке тең. 0,4-ті 5-ке бөлетін болсаңдар 0,8 болады. Көбейту 10-ның минус 6-ны 10-ның минус 3-ке бөлетін болсаңдар, ол сендерде 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген кулон. Бұл бізде өлшем бірлігі. Немесе мен бұны былай жазуыма болады. 8 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі килограмм бөлінген кулон. Бізде жауап С варианты болады. Осымен есеп аяқталды. Егер сенде мектепте физикадан проблема болса, астына YouTube канал тастап кетемін, сол каналға өтіп тіркел.